Қаптаған өсек аяң, жалған жала жабу, қауесет сөздер, бәрінен шаршадық. Өмірде кімсіз? Айнаға қараңыз. Өзіңіз сол ата мен әженің құшағында өсіпсіз, ұмытпасам, Бүбай апамыз, Мәмбетбай атамыз, ол кісілерді өмірден жоғалту да сізге оңай болмаған шығар. Қиын болды. Мен оларды өте жақсы көрдім. Шыны керек, олай туған баласын өйтіп ешкім еркелеткен жоқ қой деп ойлаймын әлі күнге дейін. Көргем де жоқ, естігем де жоқ. Жалпы әкеміз бен анамызды біз халыққа кеңірек таныстырайықшы, ол кісілер қандай адамдар еді? Суық салмасы болатын, әкемде де, шешемде де. Өте қалжыңбас кісілер болатын. Достармен өте қатты әзілдесетін. Ол есімде бәрі. Өзіңіздің қалжыңқойлығыңыз сол әке анаңызға тартқан екен ғой? Солай деп ойлаймын. Әзілді жақсы айтып қоясыз, елдің көңілін көтеріп отырасыз. Әзілді өте жақсы көремін. Қаптаған өсек аяң, жалған жала жабу, қауесет сөздер, бәрінен шаршадық. Өмірде кімсіз? Айнаға қараңыз.